Әулет бөлімі 34-ші бөлім кеше осы жерден аяқталған. Барлығы Тахирдың тұрғанына сене алмай, әсіресе Тоған мен Шағла барлық істің артында Тоғанның әкесі тұрғанын білді. Осыдан кейін Тоған Бекрам мен Тахирдың қалай келіскені туралы көрсетіледі. Түрмедегі бұрынғы күндері тіпті өзінің қылмыскер екенін қайта есіне салған Тахир бір күн бұрын: егер барлық қылмысты қайтадан өзіңнің атыңа алатын болсаң, мен Махинурдың шоуына көмектесемін, міне қолхат деген. Махинурдың мені өлтіруге ешқандай қылмысқа қатысы жоқ деген секілді. Қарындасы мен күйеу баласының осы үйде бірге тұрып және бірге сазға таласқанын көріп қалған Бекірет қатты ашуланып Сепаның түгін қоймай ұрды. Осы кезде ортаға түскен қарындасы: барлығына мен кінәлімін, мен оған өлердей ғашықпын деп айқайлайды. Ашуланып кеткен Бекірет: арсыз, ұятсыз, мен сенің көзіңді құртамын деп қарындасын алып кетеді. Үйіне келгеннен кейін әулет болып қарсы алған Тахирдың қанжоғлы барлығы одан қорқып кетті, тіпті Гүлжан қатты қорқатын әкесінен. Ал мұнда прокурор Лейла: Тахир мырза есін жиды, дәл қазір мен өз көзіммен көрдім, ол барлығын ұйымдастырды, тіпті жарылғышты да өзі қойды деп прокурорға айтып жатыр. Прокурор бірақ сенбейді. Ал үйінде дұға оқып жатқан әдеттегідей Ламия әпкесі барлығымызға Сенанды алып қалған үшін Құдайға тағзым етіп, осылай шүкіршілік етіп жатыр. Осы кезде ашулы Доған үйге кіріп келді. Ашуланған Доған әкесінің бетіне тура қарап: қандай күнәларыңды кешір деп сұрап жатсың деп айқайлайды. Әкесі болса: сен менің бетіме келетіндей кімсің? Осы үйдегі сенің өз орның жоқ адамсың, кет үйімнен дейді. Бірақ Доған: мен кетпеймін, осында қалам, сенің барлық күнәларыңды әшкерелеп сені түрмеге отырғызамын дейді. Сен өзі қандай адамсың? Өз ұлыңды өлтіруге тырысқан қандай адамсың деп айқайлайды. Өте жас бозбаланы әлгі бомбаны қойдың деп ұстап берген, ал оны Шағла тексеріп жатыр. Айтшы Әли, сен бұндай іске бара алмайсың, сен өте жассың, сені 5 жыл отырғызады деп алдады ғой. Сені 5 жыл емес, 10 жыл, тіпті 20 жылдан да артық отырғызады. Өйткені сен бір адамды өлтірдің, яғни прокурорды өлтірдің және кәсіпкерді жарақаттадың дейді. Тоғанның айналасында айналсоқтап жүрген мына адвокат қыз, ол әлгі сұршыланның әпкесі бар, сені өлтірмек болған әпкесінің сіңілісі дейді, яғни Махинурдың сіңілісі деп мына Ламия інісі Тахирге барлығын жеткізіп жатыр. Тахир болса ойланып қалады, өте ұсты жүздімен. Түрмеден шығуға дайындалып жатқан Мелекті қимай, бұнда өз анасы, яғни әлде анасы екенін білмейтін Махинур жүр. Екеуі бір-бірін қимаса да амалсыз шығып бара жатыр қоштасып. Ал сыртта Мелекті барлығы күтіп тұр. Оны асыға күткен ең бірінші ағасы Доған еді. Қалғандары да асыға қарап тұр. Мелек болса ақырын басып, ауа жұтып, бостандықтың соншалықты кереметтілігін сезініп келеді. Барлығы әрине Шағла мен туған ағасы Доғанның арқасында осындай бостандыққа жетті. Десе де шындықты әлі де ешкім білмейді. Мелек шынымен де өз әкесі Тахирды пышақтаған еді. Әрине ол ағасының сыйлаған әлгі пышағымен. Жалғасы бар.